Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі болып шығатын, дәмі тіл үйіретін сан тортын жасайтын боламыз. Кез келген мейрамға жасасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен көр жасаймыз. Ол үшін қантымызды, жұмыртқамызды және миодымызды үшеуін бірге араластырамыз. Үшеуін араластырған кезде бір текті консистенция болғанға дейін араластырасыздар. Одан соң үстіне бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Оны да араластырамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Ол себебі біз қазір газға қойып, оны ерітеміз майды. Осылай плитаға қойып, барынша жылдамдықта, кішкене плитаңыз ісе бастағанда орташа жылдамдыққа ауыстырып, майыңызды ерігенше осылай араластырып тұрасыз. Май толық ерігеннен кейін, мына осындай сұйық көлемде сіздерде пайда болады. Газдан ала салысымен үстіне пищевая содамызды салып, оны араластырамыз. Осылай көтеріліп, 2 есеге дейін көтеріліп, көпіршігенде суытып қойып қоясыздар. Осылай суыған массаның үстіне енді ең соңғы ыстық ұнымызды саламыз. Ыстық тестіға ұн салмаңыздар сразу. Осылай суытып саласыздар. Ұнның жартысын салып, бір араластырып аласыздар. 3-тен 2 бөлігін салсаңыз болады, я? Кішкене бөлігін алып қаласыздар, себебі қазір қамырды столдың үстінде илейтін боламыз. Айтылған мөлшерден артық ұн қоспауға тырысыңыздар, мүлдем қоспаңыздар деген келеді, себебі қатты болып қалады тестіңіз. Ал айтылған мөлшердегі ұн толықтай жеткілікті. Осылай үстіне құйып, жан жағынан салып, қамыр илейміз. Әдейі қырықпай көрсеттім осы қамыр илеу барысын. Қоймалжың масса болып тұрса, қолыңызға жабысып жатса, қорықпаңыздар. Ол холодильникке салып мұздатқан кезде қатты әдемі масса болады қамырларыңыз. Осылай толықтай илегеннен кейін, осындай сіздерде қамыр шығады. Бұны полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға салып, тоңазытқышта жарты сағат, 1 сағат ұстаңыздар. Одан соң тоңазытқышта біздің тестіміз тұрғанда крем дайындаймыз. Салқын кілегейіміздің үстіне қант ұнтағын салып миксерлейміз. Кілегейіңіз салқын болуға міндетті, әйтпесе креміңіз шықпай қалады. Одан соң үстіне көпірши бастағанда кілегейіңіз үстіне творожный сырыңызды қосып, әрі қарай миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы екінші жылдамдықта болады менде үнемі. Мысалы максимум 5 болса сізде, 2-ге қойсаңыз жеткілікті. Осылай 5-7 минут аралығында сіздің креміңіз дайын болады. Міне осындай консистенциясы тұрып қалатын жағдайға жеткенде сіздің креміңіз дайын деген сөз. Бұл кремді бөлек алып қоямыз. Кондитерский мешокқа салып. Енді біздің қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Қамырымызды астына сразу қазір плитаға жіберетін пергамент қағазын салып, соның үстіне қамырыңызды жаясыз. Кішкене ұн қосып жіберуден қорықпаңыздар, себебі қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін, алған кезде жыртылып кетеді. Биіктігі 3-4 мм болғанға дейін жаясыздар. Осылай мені жетпей қалып жатса, жайып жұқарта берудің қажеті жоқ. Осы артық жерінен кесіп алып, мысалы цифрыңыздың көлеміне байланысты ғой сіздің. Артық жерін жамап цифрды шығарсаңыздар болады. Мен әдейі көрсетіп жатырмын осындай нюанстардың барлығын. Осылай жамайсыздар, үстінен кішкене оқтаумен бір жүріп өтіңіздер. И болды, сіздің цифрыңыз қазір сияды. Мен цифрды кәдімгі А4 бумагада өзім кесіп алдым қолдан. Кондитерлік дүкендерде арнайы трафареттер осындай бар, сатып алсаңыздар болады. Немесе осылай мен секілді қолдан қырқып алсаңыз да болады. Міне енді цифрыңыздың бойымен қамырыңызды кесіп шығасыздар. Егер кәдімгі пышақпен қаламасаңыздар, кәдімгі пластилиннің пышағымен де кессеңіздер болады. Қамыр өте жұмсақ себебі. Осылай барлық жерінен кесіп, цифрымызды шығарып аламыз. Мұнда пышақтың өткір болуы маңызды, себебі кескен кезде жан жағы тегіс емес, күйдір-бүдір болып қалса, тортыңыз әдемі шықпайды. Міне осылай санымыз біздің дайын.
Енді үстін осылай шанышқымен тесіп шығыңыздар. Сол кезде қамырыңыз көтерілгенде әр жері әртүрлі болып көтерілмейді, бір текті болып көтеріледі. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 7-8 минут пісіресіздер. Міне осындай әдемі қызарып піседі қамырыңыз. Міне мен ең соңғылардан қалғаннан осындай безендіру үшін қалған қамырдан жүрекшелер дайындадым. Мұны көріп тұрсыздар, астынан оңай алынады пергамент қағазынан. Суығаннан соң енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді осылай кондитерлік мешокқа салып алған вупипайдың насадкасымен осылай безендіріп шығасыздар бірінші жан жағын, одан соң ішін толтырасыздар. Егер сіз қатты тәттіні начинканы көп салғыңыз келсе, ол кезде ортасын қатты мен секілді креммен толтырмай, начинкамен толтырсаңыздар болады. Біздің үйде ондай қатты начинка жемейтін болғандықтан мен осылай істедім. Начинкаға мен мұнда малиновый пюре қолдандым, дайын пюре. Сіздер кез келген пюрені қолдансаңыздар болады. Осылай барлық жағын толтырып, барлық корждарымызды қойып шығамыз. Ең соңғы коржымызды қойғаннан кейін үстін әдемілеп безендіресіздер. Ол әрі қарай енді өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша. Мен өзім жағы тестадан қалған жүрекшелермен, шоколадпен, және де кивимен, және әртүрлі тәттілермен безендіріп шықтым. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Үйде міндетті түрде істеп көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Жақындарыңызбен қосып мені де қуантуды ұмытып кетпеңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылыңыздар. Ас болсын.